Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Мен Шәкен Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушысы Өмірбек Назова ұрпақ үні жобасы аясында Абай және мен байқауының қатысушысымын. Мен үшін Абай тек ақын ғана емес, ол өмір сазы. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екіншісі, сол нәрсені естігенде, не көргенде ғибратлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшіншісі, сол нәрсені ішіне бірнеше қайтара ойланып, көңілге бекіту керек. Төртіншісі, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Абай өз сөзінде білімді болу үшін тек есту жеткіліксіз екенін айтады. Адам ынтамен тыңдап ойланып, санасына бекітуі керек. Қазіргі заманда біз ақпаратты көп аламыз, бірақ терең түсіне бермейміз. Сондықтан да мен Абай айтқан ой кеселдерінен аулақ болуға тырысамын. Абай атамыздың бұл айтқан қара сөздері мен үшін өмірлік қағида. Жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа.